Олжас Сүлейменов 1936 жылы 18 мамырда Алматы қаласында Олжабай батырдың тікелей ұрпағы Омархан Сүлейменұлы мен Фатима Бәделбаеваның отбасында дүниеге келді. Орта жүздің арғын тайпасы Сүйіндік руының Айдабол тармағынан шыққан. Олжас Сүлейменов 1954 жылы Мәншүк Мәметова атындағы номер 28 орта мектепті аяқтаған соң Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің геологиялық барлау факультетіне оқуға түседі. Әдебиетке 1955 жылы араласа бастайды. 1959 жылы Мәскеудегі Максим Горький атындағы әдебиет институтына оқуға түседі. Олжас Сүлейменовтің еңбек жолы. Оқуды аяқтаған соң Простор журналының поэзия бөлімінің меңгерушісі, Қазақфильм киностудиясының редакция алқасының бас редакторы, 1971-81 жылдары Қазақстан жазушылар одағының бірінші хатшысы қызметін атқарды. 1972 жылы Азия-Африка елдері жазушылармен байланыс жөніндегі Қазақстандық комитетінің төрағасы болды. Қазақ-СР кинематография жөніндегі мемлекеттік комитеттің төрағасы қызметін атқарды. 1975 жылы Олжас Сүлейменов «Аз ия» еңбегінде Игорь жасағы туралы жырды зерттей келе, өзіндік ғылыми тұжырым жасады. Бұл еңбек Мәскеуде резонанс тудырып, кітапқа тыйым салынды. Кейінгі жылдары ақын саясатқа бет бұрды. 1990 жылы ядролық апатқа қарсы Невада-Семей қозғалысын құрып, Семей полигонының жабылуына зор үлес қосты. 1991 жылы Қазақстан Халық Конгресі партиясының төрағасы болды. 1995 жылдың тамызынан бастап Қазақстанның Италиядағы, 96 жылы сәуірінен Грекиядағы, сондай-ақ Мальта республикасындағы төтенше және өкілетті елші міндетін атқарды. 2001 жылы Қазақстан Республикасының ЮНЕСКО-дағы тұрақты өкілі болды. 2018 жылы Олжас Сүлейменов Алматыдағы мәдениеттерді жақындастыру орталығын басқарды. Невада-Семей қозғалысы. Ядролық сынаққа қарсы Невада-Семей қозғалысы құру туралы үндеуді 1989 жылы 28 ақпанда КСРО депутаттарының бірінші съезіне қатысқалы отырған Олжас Сүлейменов тастады. Осыдан кейін Семейде Невада-Семей антиядролық қозғалысының облыстық бөлімшесі құрылып, Марат Оразалин төрағасы болып сайланды. 1991 жылы Нұрсұлтан Назарбаевтың қаулысымен полигон жабылып, қозғалыстың алға қойған бар мақсаты орындалды. Сондай-ақ 29 тамыз халықаралық ядролық қаруға қарсы күрес күні болып бекітіліп, Қазақстан толықтай ядролық қарудан бас тартты. Шығармашылығы. Олжас Сүлейменов туындыларын орыс тілінде жазады. Арғымақтар деп аталатын тұңғыш өлеңдер жинағы 1961 жылы жарық көрді. Осы жылы шыққан «Адамға табын жер енді» поэмасы Сүлейменов есімін әлемге танытты. Туындыларын орыс тілінде жазады. Өлеңдері мен поэмаларының алғашқы жинағы «Арғымақтар» шыққаннан кейінгі жылдардан бері «Адамға табын жер енді» өлеңдері бүгінгі ТМД елдері халықтарының көптеген тілдеріне, шет ел тілдеріне аударылып, жеке-жеке кітап болып бірнеше рет басылды. Кинодраматургия, әдеби зерттеу саласында да еңбек етіп жүр. Оны жазған сценарийі бойынша «Атамекен», «Көгілдір маршрут», «Қыс қолайсыз маусым», Мұхтар Әуезов туралы сөз, «Үндістан сазы», «Жастық шақ», «Заставасы» және тағы да басқа фильмдер түсірілген. «Аз ия», «Язык письма» атты тілге қатысты зерттеулері жарық көрді. «Жалынның шалқуы» атты өлеңдер жинағы француз тілінде шықты. «Аз ия» кітабы. 1975 жылы Олжас Сүлейменов «Аз ия» еңбегінде Игорь жасағы туралы жыр жайлы ғылыми тұжырым жасады. Бұл жырдың түркі және славян мәдениеттерінің
өзара ықпалы нәтижесінде туған шығарма екенін дәлелдеді. Ал 2006 жылы Егемен Қазақстан газетінде Нұрсұлтан Назарбаев «Слово о моем друге ужасе» деген мақаласында «Аз и я» кітабының сатылымнан алынып тасталғаны туралы жазды. Марапаттары. Саяси қайраткер ретінде Олжас Сүлейменов бір қатар қызмет атқарды. Соған сәйкес қазақстандық және шетелдік марапаттар алды. 1964 жылы Қазақстан Ленин комсомолы сыйлығы, 1967 жылы бүкіл одақтық Ленин комсомолы сыйлығы, 1972 жылы Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығы берілді. 1992 жылы Қазақстанның халық жазушысы атағын алды. 2000 жылы тәуелсіздік Тарлан сыйлығымен марапатталды. Олжас Сүлейменов 2001 жылы бірінші дәрежелі барыс орденімен марапатталды. Одан бөлек Октябрь революциясы, еңбек қызыл ту ордендерімен, даңқ белгісі, отан медальдарымен марапатталған. Әзербайжан Республикасының Шухрат орденімен, Украинаның Ярослав Мудрый, Шешен Республикасының, Франция және Ресейдің достық ордендерімен марапатталған. 2013 жылы Қазақстан тұңғыш президентінің мемлекеттік бейбітшілік және прогресс сыйлығын иеленді. 2018 жылы Шыңғыс Айтматов атындағы сыйлықтың лауреаты болды.